15 мамыр қазақтың батыр қызы Қиуаз Доспанның туған күні. 2019 жылы Қарағанды қаласында қазақ халқының мұрасы кітаптар сериясының бастамасымен ұлт құндылықтарын сақтау мен насихаттауға бағытталған қазақ күнтізбесі жарық көрді. Осы қазақ күнтізбесіндегі 15 мамыр аяулы қазақ қыздар күні болып таңдаланған. 1922 жылы мамырдың 15-інде Ганюшкин ауылында, қазіргі Атырау облысы, қазақтың батыр қызы ұшқыш Қиуаз Доспан өмірге келген. Ұшқыштық өмір жолын Оралдың аэроклубында бастап, кейін әйгілі ұшқыш Марина Раскова басқарған 46-шы гвардиялық полкының құрамында 300-ден астам әуе шайқастарына қатысқан Қиуаз Доспанова сол кездің өзінде теңдессіз ерлігі үшін қанатты қыз атанған. Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Қиуаз Доспанова, олардың есімдерін тек Қазақстан ғана емес, кезіндегі КСРО халықтары да жақсы біледі. Соғыстан кейін лауазымды қызметтер атқарған Қиуаз Доспановаға елбасының жарлығымен халық қаһарманы атағы берілген болатын. Қиуаз Доспанова 2008 жылдың 20 мамырында Алматы қаласында 86 жасында дүниеден озды.